Өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шығатын шоколадный пирог дайындаймыз. Ең алдымен жұмыртқамыздың шекерімізді әппақ көбік болғанша араластырамыз. 2 есе көпіртеміз. Үстіне қаймақ саламыз. Содан соң ертілген сары май салып, тағы да жақсылап миксермен араластырамыз. Үстіне ұн және қопсытқыш какаоны салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Бір келкі массы болғанша. Қамырымыз осымен дайын. Дайын қамырды формамызға құйып, 180 градуста қызып тұрған пеште 35 минут шамасында пісіреміз. Пирогымыз дайын болғаннан кейін бетіне шоколад құюға болады қалауыңызша. Осымен пирогымыз дайын. Ас болсын.